Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мүлдем ет өнімдерін қоспай, яғни ет, фарш ештеңе қоспай-ақ өте дәмді котлеттер дайындалу жолын үйрететін боламын. Өте қолжетімді ингредиенттерден тұрады және де жасалу жолы да өте оңай, әрі өте витаминға бай болған котлеттерді үйрететін боламын. Үйде кішкентай балаларыңыз болса да, өте витаминді тамақ болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен 300 грамм гречкамызды өлшеп алып, қайнатуға жібереміз, яғни үстіне суын құйып, жарылып, пісіп шығам дегенше қайнатып алатын боламыз. Өте тез дайын болады. Және де мен гарнирге осылай пюре жасаймын. Картошканың үстіне су құйып, тұз салып, оны да қайнатуға жіберетін боламыз. Бұл аралықта біз котлеттің ішіне салатын начинкасын дайындап алатын боламыз. Осылай сармайды ерітіп, сұйық май қойсаңыздар да болады, бірақ сармаймен дәмді болып шығатын болады. Ұсақтап туралған пиязды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязымыз жұмсақ қуырып болған соң, осылай теркадан өткізілген сәбізді салып, оны да жақсылап қуырып болған соң, азырақ чеснок қосамыз. Тұз, бұрыш, дәмдеушілер қосудың қажеті жоқ. Оны котлетке қосамыз. Содан соң бірден гречкамызды блендерлеуге кірісетін боламыз. Қайнап пісіп шыққан гречканың үстінен 3 жұмыртқа салып, жақсылап езіліп бір келкі масса болам дегенше блендерлеп алатын боламыз. Содан соң жаңа қуырып дайындалған начинкамызды салып, осы жерге тұз, дәмдеушілерді, қызыл бұрыш, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша барлық дәмдеушілерді қосып, қолдың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң котлеттерімізге форма келтіріп, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен домалақтап алдым. Осылай әдемі формасын келтіріп, дайындап алатын боламыз. Қолыңызды сулап жазсаңыздар, осылай өте оңай болады. Өйткені гречка жабысқақ болғандықтан, осылай сулап алсаңыздар, оңай әдемі формаға келетін болады. Содан соң ұнға малып алып, қуыруға дайындап алатын боламыз. Немесе панировочный сухарикке аударып алсаңыздар да болады. Панировочный сухарик жоқ болған жағдайда осылай ұнға малып алсаңыздар болады. Содан соң қызып тұрған майда екі бетін 3-4 минуттан қызарып пісем дегенше жақсылап қуырып алатын боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама жаңадан келген қонақ болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда күнделікті жаңа видео іздеп шығып отыратын болады. Ең дәмді және де ең оңай болған рецепттер менің арнамда және де тегін мастер-класстармен бөлісетін боламын. Сондықтан қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Жаңа видео шыққан кезде сіздерге автоматты түрде баратын болады. Ал біз барлық котлеттерімізді қуырып болған соң пюреге кірісетін боламыз. Осылай қайнап пісіп шыққан картошкаларымыздың үстінен дәмдеушілерді қосып, азырақ сармай қосып жіберіп езіп алсаңыздар, өте дәмді болады. Осымен біздің пюре дайын. Мінекей, сонымен біздің өте дәруменге бай тамағымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлығын ұнайды деген үміттемін. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.